Сәлем арна көрермендері, қазақша тілді арнаның дамуына үлес қосып тіркеле кетіңіздер. Ресейлік израилдік саясаткер, қоғам қайраткері Леонид Невзлин өзінің телеграм арнасында Беларусь сыртқы істер министрі Владимир Макейдің жұмбақ өліміне Кремль билігінің қатысы бар екенін жазды деп хабарлайды Адырна ұлттық порталы. Министр Макей күтпеген жерден қайтыс болды. Ол Лукашенконың кішкентай Макиавеллиі, интрига шебері және батыспен бас келіссөз жүргізушісі деді. Ештеңемен ауырмады. Кеше Рим папасының елшісімен сөйлесті, жоспар құрды. Көптеген қызық кездейсоқтықтар орын алып жатыр. Кремльдегі ақпарат көздерінің айтуынша, дәл қазір Путин Лукашенконы ауыстыру жоспарын дайындап жатыр. Путин Беларусь армиясын бақылау үшін Лукашенконы жойғысы келетінін жазды. Кремльге жақын телеграм арналар Ресей екі армияны өз қолбасшылығына біріктіруге ұмтылып жатқанын, бірақ бұл Лукашенконы елді басқару мүмкіндігінен айырады, ал ол қарсылық танытып жатыр деп жазуда. Макейдің өлімі Путинге пайдалы, бұл қаза Лукашенконы әлсіретеді, оның денсаулығы да қатты нашарлады. Енді оны президенттіктен алып тастау тіптен оңайырақ болады. Айтпақшы, күні кеше ғана Макей Лукашенко және Беларусь қауіпсіздігі кеңесінің хатшысы Александр Волофьевичпен отырысына бірге ұшып Ереваннан қайтып еді. Онда ол бас хатшысы Станислав Заспен кездесті. Заспен Волофьевичтің Мәскеу Лукашенконың орнына негізгі үміткерлер ретінде қарастырады. Ал Макей Кремль стратегтерінің дәл осы жоспарына кедергі болуы мүмкін деп жазды Леонид Невзлин.